Саламатсыздар ма? Мен Дабылова Жанат Сабитбековна Ақтөбе жоғары политехникалық колледжінің мұнай және газды қайта өңдеу технологиясы мамандығының арнайы пән оқытушысымын. Бүгін сіздерге көмірсутекті газ бен конденсатты өңдеу және дайындау құзыреттілігі бойынша газдарды бензинсіздендіру тақырыбының абсорбциялық әдісін түсіндіріп өтейін. Осы алдындағы сабақтарда біздер газдарды бензинсіздендіруді өткен кезде 4 әдісті бар екенін білдік. Енді осы әр әдісті біздер жеке-жеке қарастыруымыз қажет. Соңғы сабақта компрессиялық әдісті қарастырдық, енді бүгін абсорбциялық әдіске көшеміз. Сол үшін мен сіздерге қазір демонстрация экранын қосып, осы тақырыпты түсіндіріп кетемін. Бүгінгі біздің сабақтың негізгі мақсатымыз осы абсорбциялық әдісті түсініп алу және схема бойынша жұмыс жасауды үйрену. Енді газды бензинсіздендірудің ең көп таралған әдісі ол абсорбциялық әдісі болып келеді. Бұл әдістің негізгі мақсаты газ қоспасының кейбір компоненттерін сұйықпен талғамды жұтуға негізделген. Енді мұнай газ өңдеу процестері мен аппараттарын өткен кезде сіздер абсорбция және адсорбция процестерін жеке-жеке қарастырғансыз, сол кезде айырмашылығын барлығымыз білеміз. Адсорбция дегеніміз ол қатты жұтқыштарды қолдана арқылы процесті өткізу, ал абсорбция дегеніміз ол жаңағы айтып кеткендей сұйық заттармен, сұйық жұтқыштармен қолдану процесі. Енді абсорбция процесінің жұтқышы абсорбент деп аталады. Абсорбент есебінде жаңағы айтып кеткендей сұйық зат ретінде бензин, керосин және соляр дистиллятын қолданамыз. Әр процестің өзінің қоршаған ортаның әсері болады. Бұл жерде де, бұл процеске де ең негізгі параметрлері ол қысым мен температураның әсері болып келеді. Көмірсутектер ауыр болған сайын, олардың абсорбентте ерігіштігі жоғарылайды. Еріген көмірсутектердің мөлшері қысымның өсуімен, Генри заңына сәйкес және температураның төмендеуімен көбейеді. Генри заңына сәйкес сұйықтағы газдың ерігіштігі оның будағы сыбағалы қысымына сұйық бетіндегі тура байланысты. Температура тура болғанда қысым абсорбцияға көмектеседі. Температураның өсуі газдың сұйықтағы еруін азайтады, абсорбцияны баяулатады. Технологиялық қондырғыда газдан пропан мен бутанды бөлуде температураны 35 градустан жоғарылатпауға тырысады. Газдың сұйықпен жұтылуы жылу бөліну процесімен жүреді. Енді абсорбция процесінің негізгі аппараты абсорбер болып келеді. Абсорберлерді біз білеміз, олар тік орналасқан аппараттар, оның ішінде табақшалар немесе орттырғыштар болады. Бұл жаңағы абсорбциялық әдісте қолданылатын абсорбциялық колонна немесе абсорбер аппаратында газ бен сұйық фазаның жанасуы табақшалар немесе отырғыштар арқылы іске асырылады. Ең көп таралған табақша түрлері олар қақпақты және торлы табақшалар болып келеді. Сондықтан да осы абсорберлер негізінен табақшалы абсорберлер кеңінен қолданыс тапқан. Параметрлерге келетін болсақ, жаңағыдай айтып кеткендей 35 градустан аспауға тырысамыз. Сонда осы процесті өткізу үшін температураны әрдайым 30-40 градус шамасында ұстап тұрып, және қысымды да 5 мегапаскальда ұстап тұру қажет. Технологиялық жүйеге келетін болсақ, бұл абсорбция қондырғысының принципиалдық жүйесі. Біріншіде көрсетілген ол абсорбер, екінші аппаратымыз желдеткіш, үшіншісі десорбер, төртіншісі буландырушы колонна, бесіншісі
тұрақсыз бензин ыдысы, 6-шы жылу алмастырғыш, 7-ші бумен жылытқыш және 8-ші конденсатор тоңазытқыш болып келеді. Осы 3 аппаратты да білеміз, жылу алмастырғыштарға жататын аппараттар. Бұл тек қана процесімен ғана айырмашылығы бар. Біреуі суытса, екіншісі қыздыруға арналған аппараттар. Және желілерге келетін болсақ, бір ол шикізат, және екі ол дайын өніміміз, бензинсізденген газ, және үшіншісі ол су буы. Ілеспе газ тазалау құрал жабдығынан өткеннен кейін компрессорларға түседі. Сол компрессорда сығылып, арнайы бір дәрежесіне жетіп, бензинсізденген бірінші шикізат абсорберге түседі. Осы абсорбердің ішінде сұйықпен жанасып бұл газ, бензинсізденген газ жоғарыдан дайын өнім ретінде шығарылады. Абсорбент негізінен пропан және одан жоғары көмірсутектерін және аздап метан мен этанды жұтады. Қаныққан абсорбент абсорберлердің астынан шығады да желдетушіге жіберіледі. Мұнда қысымның төмендеуінен метан және этан бөлініп кетеді. Желдеткіштен кейін қаныққан абсорбент жылу алмастырғыштан өтіп, үшінші десорберге өткізіледі. Үшінші десорберге барады. Осы десорбер процесін біздер бөлек қарастырамыз. Десорбция, жаңағы абсорбция қарағанда салыстырмалы температурада жоғары өтеді 160-200 градус Цельсияда, және төмен қысымда 0,5 мегапаскальда жүргізіледі. Қаныққан абсорбенттен көмірсутектерді десорбциялау үшін газ фазасындағы бөлінуші компоненттің сыбағалы қысымының сұйық фазаға қарағанда аз болуы керек. Десорбциялаушы агент есебіне көбінесе ыстық су буы пайдаланылады. Бұл жерде міне жаңағы абсорбент ретінде айттық соляр, керосин және дистиллят болса, ал десорбер ретінде көбінесе мына үшінші аппаратта су буы пайдаланылады. Бумен әрекеттелген ауыр көмірсутектері және су буы десорбердің жоғарғы жағынан шығып кетеді. Осы жерден шығып кетеді. Жаңағы конденсатор тоңазытқыштан өтеді де су бөлгішке барады. Осы 5-ші су бөлгішке барады. Сұйық көмірсутегінің бір бөлігі десорберге қайта беріледі, ал балансты мөлшері тұрақсыз газ бензиннің ыдысына түседі. Десорбердің астынан регенерацияланған абсорбент шығып, жылу алмастырғышқа өтіп, өзінің жылуын қаныққан абсорбентке береді. Тоңазытқышта суытылады да абсорбердің жоғарғы жағына қайта беріледі. Бұл десорбция процесі. Абсорбциялаушы абсорбер. Бұл жазылған желі бойынша бастапқы газдағы пропанның 50% шамасы ғана бөлуге болады. Сұйытылған газдарды бөлу дәрежесін көтеру үшін абсорбциялаушы буландырушы колоннаны немесе абсорбциялаушы абсорбер деп айтамыз, әртүрлі диаметрлі 2 секциядан тұратынын қолданады. Диаметрі аз, жоғарғы секция абсорбер қызметін атқарады. Оның жоғарғы жағына абсорбент беріледі, ал төменгі жағынан газ түседі. Төменгі секцияға жылу беріледі. Осының нәтижесінде абсорбентпен жұтылған метан, этан және пропан бөлінеді. Пропан фракциялаушы абсорбердің жоғарғы секциясында жаңа абсорбентпен қайтадан жұтылады. Сонымен аппараттың жоғарғы жағынан құрғақ газ, метан және этан шығады, ал астынан қаныққан абсорбент алынады. Абсорбциялық әдісті пайдалану бастапқы шикізаттан 70-90% пропанды, 97-98% бутанды және 8% пентанды және одан да ауыр компоненттерді бөлуге мүмкіндік береді.
Енді жаңағы аппараттарға келетін болсақ, баяғы заманда біздерде абсорбер және десорберді бөлек қолданған. Қазіргі заманда осы екі аппаратты бір орналастыруға қажет етті, өйткені бұл оңайлатады процесті. Жоғарғы жақтағы жұмыс жасап болған абсорбент астыға түсіп, десорбция процесін өткізіп, қайтып процеске оралуға болады. Енді осы тақырып бойынша сіздерге конспект берілген, осы конспектті міндетті түрде жазып алып, өздеріңізге тест сұрақтарына жауап беріңіздер. Барлығы да модульге салынған. Сау болыңыздар.